Ойласам жылдар қос өмір қасқағым, ол кезден есіме түсер басқа кім. Тарыдай кіріп таудай боп шыққан, қайдасың арманшыл сыныптастарым. Есімде алғашқы сауат ашқаның, жас қана сыныпқа қадам басқаның. Қамқорлық екен деп сезбедік қалай, қабағын ұстаздың сыныптастарым. Қамқорлық екен деп сезбедік қалай, қабағын ұстаздың сыныптастарым. Болды ғой сабақтан кейде қашқаның, біреуге ынтық боп жолын тосқаның. Сауықшыл кештермен бала махаббат, сағыныш екен ғой сыныптастарым. Сауықшыл кештермен бала махаббат, сағыныш екен ғой сыныптастарым. Көңіл жас, егде жастарың, самайды ақшалған сиреп шаштарың. Ертегі елінде жүрсіңдер мекен, немере жетектеп сыныптастарым. Ертегі елінде жүрсіңдер мекен, немере жетектеп сыныптастарым. Әрқашан болсыншы ашық аспаның, мерейлі жанияң аман бастарың. Дүние тұрғанша тұрсын ұстаздар, ұшырған ұядан сыныптастарым. Дүние тұрғанша тұрсын ұстаздар, ұшырған ұядан сыныптастарым. Тарыдай кіріп таудай боп шыққан, қайдасың арманшыл сыныптастарым. Тарыдай кіріп таудай боп шыққан, қайдасың арманшыл сыныптастарым. Құрметті егінді көрді сексенберлер, біздің эстафеталық символикалық кубогымыз дайындалды. Бірінші бетінде эстафета шайбашылық келісімдер үшін, соңғы бетінде біздің 81-лер тұр міне, келесі бетте 82-лер тұр міне, 85-тер, 84-тер, 83-тер, бәрі бірінен кейін орналасқан. Осындай кубок салмағы бар, бүгінгі күні дайын болды. Құрметті 81-лер, бүгін 24-ші май, ертеңге дайындалып жатыр. Еркінғалидің үйінде қонақтамыз. Ерлан! Қара, Ерлан қаршаш. Де, міне. Нұрбатты көрдің ғой, жатсын. Сыққа ер. Міне Адақаң. Ерақа? Айна? Айымызды көрдіңдер ғой. Ну, Ерақа. Ну, мен.
Қоскөлдің бұрылысына да келіп қалды. Қоскөл, Егіндікөл, 26 километр, 25 мамырға келе жатырмыз. Тікелей трансляция. Жамансайдың тұсынан өттік. Жаңақоныстың тұсынан өтіп бара жатырмыз. 25 мамырға олға 20 жылдықты тойлауға бара жатырмыз. Нұрболаттың үйіне келіп 20 жылдықтың рәсімін жалғастырып жатырмыз. Жаңа Гүлшаттың керемет көжелерін ішіп алдық. Мына жерде жігіттер, қыздар отыр. Мына төрде астаналық Қоңырша қызы Мәдинамен отыр. Оразбай міне галстукпенен Мұхтар Шаханов ағамыздың келіп отыр ортамызға. Біздің 20 жылдығымызды көтерейік деп. Мен баламның Балаңның есімі кім, Нұрболат? Ғазиз айт. Ғазиз, өте жақсы, молодец. Міне Ерғали келіп отыр, ол ораза ұстап жүр екен, бірақ ауыз ашпай отыр бүгіндікке. Еркінғали балаңның аты кім? Мадияр. Мадияр, жақсы. Және сіздермен бірге Елдос, ставьте лайки дейді. Ал мына Нұрболат дейтін үйіне қош қалып жатыр. Құрметті қонақтар, құрдастарым, қош келдіңдер мен дастарханыма. Себебімен 20 жылдықпен жиналып қойып жатырық. 20 жылдығымыз күшті өтті. Мектепте жаңа неше түрлі кісілер сөйлетті, өзіміз сөйледік. Әкім сөйлетті. Әңгіме жағаласпашыш. Мен сөйлеп отырмын ғой. Сосын күшті өтті. Алда тағы жұмыстарымыз бар, кешке дейін атқаратын міндетіміз айтып қойған. Соның бәрін атқарып, осы 81-лердің жақсы жасап кетті. Күшті өтті дегенге сондай атаққа қалағанымыз келеді. Осындай дастарханда келсек, еліміз тыныш болсын, бәрімізде той болсын деймін. Сол қуаныштамын бәріне көргендеріне. Рахмет. Қош келдің, тамағыңды. Көп рахмет. Осы 20 жыл ел. Ертқан бізді қатылап құрысындырған. Қуанышты келейік осы сарқанда келіп. Бәріңізде жамартап құтты болсын. Рахмет. Көптің көрмегендер бар. Қоңырша көптің көрген жоқпын. Айнар көптің көрген жоқпын. Сол жанарды көптің көрген жоқпын. Тек қана түнде көретін шығарсың, күндіз көрмей. Елдостан көп рахмет енді. Ода бәріміз басымыз қосып. Сен арқаң ішін керек енді. Бәрін осылай ұйымдастырып, қояды оған мен келді. Жақсат звондады ғой саған да, Жақсатқа мен айттым ғой. Сонда ұрсып, бармайсың ба деп қой. Өзі бармайды дейсің. Кетіп қалыпты деп қой. Бармайсың ба дейді. Сен бармайсың ба? Мен бармаймын, сен бар деп қой дейсің. Осылай қуанышта келсек. Рахмет айтқаның келсін. Кішкентай болсын. Сол үшін. Осы оңдасының арқасы ғой негізі көп нәрсе. Себебі дейтін айтса тек жүгіріп келеді. Бүкіл бәрін алып, аттардың бәрін сөйтіп жүрген оңдасын ғой енді. Қыздарды, балдарды әкеліп жатыр мұнда. Жанарды жалғастырсын оңдасын. Себебі біздің 81-лердің ішіндегі ерекше жұп осы оңдасын мен жанар ғой біздің ерекше. Қатарлар жақсы көретін. Себебі біздің 81-лердің арасында бас қосқан екеуі. 11 жыл жүріп бір-бірімен қосылған да. Міне өте дұрыс. Ал жанар сен де тілек білдір жібер. Замечательно. Қош келіп жатырық. Рахмет, осылай қарсы алып, құрметті деп жатсыңдар. Дастархан жайып. Көп рахмет айтамын. Қоңырша, көрмеген қыздар. Айна, Айгүміз, көргенмен қуаныштымын. 20 жылдығымыз бастамасы құтты болсын. Деніміз сау бол. Енді 20 қалған вечерімізді жақсы өткізейік. Ауыз ашар ба әлде ана недегін айтасың ба? 7 шілдені айтасың ба? 7 шілде, иә. 7 шілде қалада өткізген жақсы ма сіз үшін әлде ауылда жақсы ма? Онда әйелдер айтса болды жеңіп кетеді ғой әйелдер бітті. Онда ауыл деген ауыл арман болатын болды жігіттер. Нұрболат пен Гүлшаттың шаңырағына осылай бізді шақырып отырғаныңызға үлкен рахмет. Кеше Еркінғали мен Гүлфайырдың басқа осындай жақсы дәстүр бастап қонақтар қарсы алды. Бүгін енді Нұрболаттың үйінде жалғасып отыр. Біздің құрдастар осы азда болсақ енді біршама келіп осы шаралап атқаруға жеткілікті күш бар сияқтымыз. Бәріңізді 20 жылдықпен құттықтаймын бәріңізді. Бәріңізде де отбасыларыңызда үлкен жақсылық, көп қуаныш бола берсін бәріңізде де. Ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Қатарымыздағы
ерланда жаңағыдай жақсы болып бір келін түсіріп жаңағыдай отбасын құрап бір жақсылықтарға жеткізсін. Гүлшат. Анасы қуансын, жаңа қарсылап алып жатыр, анасы көзіне жас алып есік алдында бірден ауылдан кіре берісті дейтін көрдік. Енді жаңа Нұрболат айтқандай шараларымыз тым жақсы өткен сияқты. Кісілер риза болып жатыр. Көптен бері себебі 20 жылдықтар дейтін бас қосып келулері сирек деп кетті қазір ауылда. Сол шаралар өтті. Енді бұл жерде айтатын болсақ, осы қатысып отырған адамдардың бәрінің үлесі өте ерекше көп. Әсіресе енді біз ұйымдасу барысында Еркінғалидің рөлін айтуға болады. Ең бірінші жаңағыдай 30 мың теңге ақшасын аударған Еркінғали осы қатарларымыздың ішінде. Одан кейін де жайлап сосын жалғасты ғой. Кейін енді осы мына оңдасын тұтас жаңағыдай ақшасын аударған Ерғали, қыздардан бірінші болып мына Айгүл деген сияқты Нұрболат та кешемен ауылда келген кезде жаңағыдай ақшасын алып жүріп келіп жатыр. Алыста жатса да мен қатыса алмауым мүмкін деп, бірақ Қоңырша да солай ақшасын салып жіберіп жатыр. Кімдер жаңағы Айна мен Айгүміс, олар жаңағы нелерге біздер солай не істеп жатырмыз, ағаштар суару еңбегімен үлес қосса біз үшін үлкен көмек болды. Себебі ол ағашты егіп тастап кетіп қалу дейтін кез келген екінің бірі жасайды, ол үлкен еңбек, қиын еңбегі негізі оны суаруда. Себебі атақ үшін просто егіп тастап кетіп қалған дейтін ол дұрыс болмайды. Оның енді негізгі еңбек осылардың мойнында тұр. Қазір жақсы суарып жатыр екен. Рахмет сіздерге, қыздар. Гүлшаттың көжесіне рахмет. Дәстүріменен жақсы етіп біздерге көшемен сыйлап жатыр. Осындай дастарханменен шын көңілге, ниетке жететін еш нәрсе жоқ та. Сондықтан шаңырақтарыңызда молшылық болсын. Әрдайым дейтін біздер өте қуаныштымыз басымызды қосқанына. Осылай мен ойлап жатыр едім, әрқайсымыз бөлек-бөлек барып, қайта шаруаларымыз, сол шаруаларымызды шаруалар екенсіз ғой деп ойлап жатыр едім. Осылай шақырып жатқандарыңызға біз қуаныштымыз осындай. Ешкім ұмытпаған сияқты, бәрін айттым ғой, иә. Оңдасын менен Жанардың үлкен еңбегін айттым ғой, 81-лерге сіңірген, иә. 81-лердің бас қосатын екеуі жаңағыдай. Қазір себебі көбі дейтін әйелдер рөл атқарады, әйелдер басқарады ғой. Жеткен кезде Жанарға арқа сүйеміз. 20 жылдықта тойлап жатырмыз, құтты болсын бәрімізге. Нұрболат, рахмет саған, осылай дастархан жайып бәріміздің басымызды қосып үйіне шақырып отқанына. Және де осы 20 жылдықты ұйымдастырамыз, осындай уақытта жиналамыз, осындай уақытта осындай жоспарымыз бар деп бәрін жаңағы несімен этапына түсіндіріп айтып жүрген Елдосқа енді көп рахмет. Ол негізінде оңай шаруа емес, өйткені өзін отбасылық бір қонақ шақырамын десең, мысалы үшін ығы-жығы болып, ана жағында, мына жағында дұрыстап, мысалы үшін сөніп құлап жүресің, оның қасында бәленбай, мысалы үшін 48 кісінің басын қосып, оны ұйымдастырып, оның бәрін түгендеп, жан-жаққа хабарласып, мысалы үшін Елдос маған хабарласып, Қоңырша, былай біз ақылдастық, сенің пікірің қалай? Мен сол бәрінің пікірін тыңдап, содан қорытынды шығарайын деп едім деп, әрбір істеген ісіне жаңағы не істеп таныстырып, жаңағы адамға енді хабарда болсын деген мағынада сөйтіп звондап хабарласып тұрады. Елдос, рахмет саған көп. Шын жүректен саған мен өзім де айтамын ғой деп жолдасыма. Елдостың шыдайтын оған да кәдімгідей шыдамдылық керек. Төзімділік талап ететін зат, сондықтан бәріміздің басымызды қосып осындай идеяны қолдап отырған үшін саған рахмет. Отбасың аман болсын, бала-шағаңның қызығын көр. Кім екен? Мамаң дені сау болсын, жақсылық болсын. Бәрімізге де тілерім, отбасыларыңыз аман болсын, ата-аналарыңыз аман болсын. Бәрімізде де бала-шаға бар. Алла тек жамандық көрсетпесін, осылай кездесе берейік, жақсылықта кездесе берейік. Жақсы күндеріміз, жақсы сәттеріміз көп болсын. Жамандықтарымызды естімейік, көрмейік. Өмір болғасын болады ғой, өмірде бәрі қатар жетпейді. Сонда да енді жақсылық көп көрсін. Бәрімізге де рахмет. Осылай шама келгенше келіп, бас қосып отқандарыңызға. Әркімнің өзінің жағдайына байланысты жұмысы бар, шаруасы бар. Оның қасына айтады ғой, бірге тумақ бар да бірге жүрмек жоқ деп. Бәрі бұтыра, бәрінің отбасы бар, бәрінің өзінің өмірі бар деген. Сондықтан бірге тумақ бар да бірге өмір жоқ.
сондықтан соның енді бәріне жаңағы уақыт тауып соны жоспарлап соған істеп жатқандарыңызға рахмет. Аз да болса енді осы келгенімізге риза болайық. Мен де қуаныштымын шын жүректен сіздерді көргеніме. Мен де сол анамның жылына келгенде сол арнайы күтіп осы 25-ін, өйткені мен 13-ге келгенде әлі жаңағы нем бар, демалысында күтіп жатырмын. Сол күтіп жатырмын да соны қатысып кетейін, көріп кетейін, жастырыстарымды деп. Сосын бұйыртса 30-40 жылда енді ол Құдай біледі, аманшылықта кездесейік ол сәтті деп көрейік, Құдай маңдайымызға жазса. Сондықтан Еркінғали саған да рахмет. Мен сенен кеше бірақ кешірім сұрадым телефон арқылы, ренжіме, шақырғаныңа рахмет, ниетіне деп өкпелеме. Бәрімізге де және осы барлық осы отырған мұсылман қауымға ораза айы құтты болсын. Бәріміздің отбасымызға тек жақсылық әкелсін, аманшылық әкелсін, тек жақсылық болсын деп тілеймін. Аман болайық, кездесе берейік, осылай бір-бірімізді жоғалтып алмайық, тек жақсылықтарымызды естейік бәріміз. Сол үшін рахмет Нұрболат. Жаңағыдай сценарийге келіп атап халыққа таныстырайық деп келіп тұрасыз. Соған жазып бердім ғой, бірінші Астана, Ақтөбе, Орал деп. Сосын енді Ақсайға сенімсіз болдым, жазбадым. Жазбағаным шықпай қалды. Біз жазған адамдарымыз келеміз деді, келмей қалды ғой. Ол Нұртай дейтін көлік жалдап қойды. Көлік тауып қойды. Ол тауып қойған Нұртай дейді. Енді қасым телефон келуге бара берсін, Еркінғали сөз сөйлейін деп жатыр екен. Мен видеоға түсірейін. Әркім өз жұмысымен айналыссын дейсің. Құрметті қонақтар, Нұрболат, Мадияр күзетіп тұр папасын. Нұрболат, Күршат, өте құрметті көп рахмат. Дастархан кеңге желсін. Оразамыз қабыл болсын. 20 жылдығымыз құтты болсын бәрімізге. 20 жылдық ортақ. Осылай жақта өтсе, жаңа 23 майда бардық. Жақсы өтті, көңілімізге ұнады. Осы бәрімізге денсаулық тілеймін. Балдарың қызығын көріңдер. Ауырмаңдар, сырқамаңдар. Осылай кездесе берейік, әрқашанда 40 жылдыға кездесейік. Қайда жүрсе де аман болдар. Нағымыз көп болсын, еліміз тыныш болсын дейді. Енді Нұрболат саған бір айтатыным, Алла болса Күршаттың жаны қалсын. Құтты болсын. Құрметті отқан көп рахмат, осылай жүре берейік. Сол үшін бәріңіз шайларымды алып қойыңдар деп. Айтқаның келсін, рахмет Еркінғали. Ауылға қош келіп жатсыздар. 20 жылдықтарың құтты болсын. Негізі 81-лердің басы қосылған осы көрмеңізде ғой. Ауылда тұрғасын ба, әлде қалаға бара бермейміз ғой. Анда-санда барамыз, онда да үйімізде жатып Жерге көп қосылмаймыз ғой, қосылмаймыз. дұрыс айтасың. Қош келіп жатсыздар енді, осылай бастарыңыз қосыла берсін. Әрі қарай да бөлек-бөлек кетіп қалмайдан жаққа. Алдағы тойларыңда жақсы тойлаңдар. Оралдағы тойларыңда келіңіздер. Бізде бәрінің әйелдері тең құсап ойласа бәрі қосылады ғой. Әйелдер қоспай тұр бізде. Әйелдер қарсы болып қоспай жатыр біздерді. Жігіттерде ешқандай айып жоқ дейсің. Енді бәрін жақсылап ұйымдастырып жатыр екенсіңдер. Бір ғана өзім бір кемшілікті байқадым. Аха, айтыңыз, кемшіліктерді айту керек. Негізі деген білім садиктен басталады. Балабақша. Бір жиналысында ренжіп айтып қалды дейді бір көрген. Балабақшаға бір сыйлық жасаңыздар деп пе? Жасайық, әлде де бар ғой, уақыт бар. Өзіміз енді биылға деген шығайын деп отыр. Солардың ата-аналар өзіміз 10 бала шығайын деп отыр. Өзіміз ұйымдасып 5 мыңнан жинап бердік садиктің балаларына, жаңағы велосипед алып беруге. Сол сияқты бір ақшалай сыйлық болса деп ойлаған ғой. Әкім Шолпан апай да бір жиналыста айтып қалды, сөйтіп мектепке алып беріп жатқан күніне ант алып беріп жатыр, мында алып беріп жатыр, садикке іштеген жоқ деп жаңағы. Енді әмірениетін шығар енді ол кісілерді енді. Негізі дұрыс, садикке де бір сыйлық жасау алады, дұрыс. Айтпасам деп отыр еді. Дұрыс, бүгін Алла қаласа кеште көретін шығармыз Шолпан апайларды, сонда әңгімелесерміз. Бірінші өзіңізді кішкене алсаңдар деп ойын ғой, ақылым өзімше. Дұрыс айтыңыз. Жоқ, қызым бірақ дұрыс қой енді, біздер дұрыс айтады, миллиондаған ақша аударып отырған жоқпыз, аз-аздан бір көңілдеріне қалаған нәрсесін алып беруге болады. Ауылдағы басты мекеме бұл. Дұрыс.
Оны басында неге еркін қалай айтпадың? Группаңа солай жаз. Оны тыңдамайды ол деген. Не тыңдамайсың? Вот бұны әйелді тыңдамаған дейтін дұрыс емес. Неге тыңдамайсың әйелді? Күліп қойсаң ондайын шығады. Неге тыңдамайсың? Әйелді тыңдаған адамдар дейтін өте дұрыс. Жақында деген. Соны алдында басында айтылды ғой қандай ұсыныстар. Гүлфайрыздікі тасы вообще қызықты болып кетті ғой дискуссия. Сол кезде мысалы сен айтқандай болды да? Иә, ол бұрын беріп тастады көпшілігі енді. Ендігісі қалам саттар. Иә. Мазмұнды ғой. Мазмұнды. Кешеде Хангульде іріктеу 5 ауыл бойынша іріктеу кезеңі болды. Іріктеу кезеңіне мына біздің садик бас жүлде алды. Иә, бас жүлде. Мә ондай қандай тамақ. Жолдама алды. Алды. Би жанрынан сосын жаңа жыр оқу, әннен үшеуінен де бас жүлде Қаратөбеге направление алды. Ең бұйырса енді 1 маусым күні сол Қаратөбеге барады. Көрініске қатысың ғой дейсің ба? Шашы жерді әні. Шашы ұзын, қолаң шаш. Айгүміс сөйлей ме, Айна сөйлей ме? Айна сөйлейсін. Құрдастарым барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Нұрболат, Гүлшат. Құрметтеп жатқандарыңызға көп рахмет. 20 жылдықтарыңыз толсын. Жизни мені қамын бөліп. Бар жақсылықты, бар сәттілікті. Осындай ардақ сырқанда күліп ойнап жүре берейік. Басымыз қосылып осылай. Әрқашан бірге болайық. Айтқаның Бар жақсылықты тілеймін. Сол үшін алдарыңыз. Айгүміс, жалғыз жүр. Құрдастарыңа бір айтып жейші. Құрдастарым, рахмет. Отбасыларың аман болсын, жұмысы аман болсын. Бәріне де отбасыларым амандық тілеймін. Осылай бас қосып жүріп жатқаныңыз елдостың арқасында рахмет сән. Бүкіл кластастардың бәрінің арқасында ғой. 20 жылдан бері Ерайды көрген жоқпын. Оразбайды көрген жоқпын. Ол мені көрдім деп үйге кірді ғой. Қасқалақтаған жаққа. Жаңа жүгіріп жүр, ана бөлмеде бар ғой. Үйде отырғандай отырмын ғой. Онда Асылбектің кеудесінен тиіп итер жіберуі мүмкін дұрыс қой, да тыржалаңға жүгіріп жүретін болса. Жоқ, еші, төсе кию керек қой. Дамбал киіп алған тізесінен келетін. Қой, өтірік айтып тұрса ше. Қазақтар көреді ғой. Иә. Жоқ, онда салмаймыз, ол жерін кесіп тастап саламыз. Кесіледі ма? Кесіледі ғой? Мен WhatsApp-қа тіке салып жатқан жоқ қой. Көтеру керек қой, мен көтере беремін. Енді бір сұрақ, сен бетіңді мана сұраққа жауап бермей қалдың, бетіңді бояп алғансың ба? Қызыл әдемі екен бетің. Табиғи ма? Мен Саранікі де солай беті қызыл болып жүр. Сара Есболдың 20 жылдығына кетті жолдасым. Онда тфа ол дейтін жақсы дұрыс, жақсы денсаулығын жақсы екен белгісі. Есболға айтамын ғой. Шық бері қарай Сараны Кім құттықтап жатыр? Сара ма? Молодец. Біздің пирамидалық терек деген бейбіттің әкелген ағаштары саған аманат. Айгүміс, Айна сіздерге аманат деймін. Айнаны көрдім, Айгүмісті көрген жоқпын деп жаңа мектеп директоры айтып отыр. Тығылып келіп егет, ол атығылып келіп суарады ол дедім. Жоқ, Мұхтар Шахан. Ал Ерланның сөзін бөлмей тыңдайық. Рахмет, бәріне де 99-да шықтым. Саған рахмет. Таңертеңде келіп айтты, осы оразаның көшесін ашып қойыпсың. Ал тек бар жақсылыққа. Жуандығын көріп Ал, давай, Нұрбат өзің салған. Қатарымыздан Оразбай сөз айтайын деп жатыр. Ақтөбелік келген біздің кластастар. Құрметті құрдастарым, сіздерді 20 жылдық мерейтойларыңызбен бәріңізді құттықтаймын. Мына бітіріп жатқаныңызға 20 жыл толып жатыр. Енді бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Осы отырысқа басқа жерден келген де бар, келмегендер де бар. Сол енді бәріңізге де тілейтінім осындай ұйымшылдық, ең біріншіден денсаулық, сосын ұйымшылдық, осындай ауызбіршілік болса бәрі де болады. Сол бәрімізге де сол
семьяларыңызға амандық, үлкен кісілер аман болсын, арамызда жүрген балаларыңыз аман болсын, ер жетсін. Бәлде тұрып алам. Осы 20 жылдықты ұйымдастырып жатқан Елдосқа, сосын тағы да арамызда бар ғой, бір атсалысып жатқан Айгүлге бәріне көп рахметімді айтамын. Иә, бәрі де бізге атсалысып жатыр, бәріне көп рахметімді айтамын. Енді бәрін ойдағыдай өткізейік. Мына кешке ауыз ашарымыз бар. Үлкен шаруа оның өзі. 81-лердің абыройына келетін нәрсе. Келмеген 81-лерге кір келтірмей, жақсылап өткізейік. Бәрі келді. Ай. Еркін қадеп жерде мас адамға телефон беруге болмайды. Әйелін көрсе қол дірілдеп кетеді. Гүлшат, Нұруат, сіздерге де көп рахмет осылай құрдастарыңызды қарсылап жатқандарыңызға. Алдастар қанжайып, сіздерге де жоқсылы өтін деймін. Сол қояйық. Алда. Машымен ортасы ғой. Барлықтарыңа 20 жылдықтарың құтты болсын. Мына жерде отырған көптен көрмеген қоңыршаулар енді көптен көрмеген. Айна. Қоңыршаны көрмейміз, қоңыршаны Жақсылықта кездесейік, деніміз сау болсын, осы атқарып отырған істерің тек Алладан қайтсын. Ең бірінші осы бәрін ұйымдастырған Елдосқа көп рахмет. Оңдасым, көп рахмет. Жақсылықтарың. Оңдасымды көбірек стимул беріп жүрген жандар болып тұр. Семьяда бақытты болыңдар, иә. Басқа не айтайын, Нұруат, Гүлшат, осылай тек дастархандарың жақсылыққа жайылсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Дендерің сау болсын, болашағыларың қызықтарын көріңдер. Ерлан, қуаныштымын. Көптен, тоже Ерланды да көптен көрген жоқ. Мен қанша менің де ауылға постоянно кетіп тұрмын ғой. Бейбіт жаман сөз де бар, Мұхтар Шахановтан аумайды деп тұр, қарасып шындап та ұқсайды екен. Бейбіт қайдан байқайта сондайды? Не айтайын ал енді. Жақсылық үшін, амандық үшін, ішінде кейлерін оқиындар. Рахмет. Мынау біздің пирамидалық терек, бейбіт, жақсы ат келіп отырғызған ауланың ішінде көркейіп тым жақсы өсіп жатыр. 81-лер тойларын біздің үйде жайлап жалғастыруда. Қыздар видеоға түсіріп жатыр, мынау 81-дің қыздары. Ауыз ашарға дайындалып дейтін едәуір жұмыстар жасап жатыр. Мынау Жанар, Айна, Айгүл, привет береді Айгүл, сәлем айтшы бер. Айгүл Дәурен сәлем айтшы бер. Жанар, сен қалдың. Сәлем, привет. Мына жерде қыздар комбайн сияқты зуылдатып едәуір нан ысып жаған. Негізгі жұмысты Айгүл Сәудем атқарып жатқан. Зуылдатып жатыр. Мына жерде тамақ пісіріп жатыр. Мына жерде шелпек. Мына жерде дейтін тағы да қыздардың жұмыстары. Міне. Айна дейтін зуылдап домалақтар толтырып қойсың. Не домалақ? Айна, қандай ойыншық ойнап отырсың? Нан үйінде артында. Жанар, сен не істеп жатсың? Шелпек басып жатырмын. Айгүл, сен не істеп жатсың? Мен бауырсақ. Манағы түсірген фотоларымыз аз шығар. Міне Мәдинаны, екінші қоңыршаның інісі, міне оңдасын машина айдап келе жатыр. Мына жерде Ерғали отыр, Айгүл отыр, мына жерде отырған Жанар, мына жақта қоңырша отыр міне. Және мен ставьте лайки, 81-лер дейсің. Так, міне мешітке бара жатқан жол. Так, мешіт жақтыға түсірек. Алыстан қарағанда жақсы болып тұр, әдемі болды, әдемі болды. Мынаны көрінем екен деп қалып жатқан еді. Ауылдан қарағанда ашық жасыл болып Так, мешіттің басына да келдік. Мынау мешіт басында тұрған көліктер, транспорттар жайлап. Бұл жерде ит бар ғой, иттен сақ болайық. Мә, біздің жігіттер, қыздар дейтін қазан басында кірісіп кетіпті ғой. Бейбіт біздің мінекей біздің мешіт. Сырты әлі боялған жоқ, мына жағы. Қазір алдына шығар мешіттің. Вот міне алды. Жартылай боялған, уже балдар бояп жатыр. Цветі жасыл. Адам есенген цветі жасыл. Кешке дейін болады шығар енді.
Так, мынау біздің қыздар міне дейтін, киіз үйдің ішін дейтін жасап жатыр. Жігіттер оңдасын Ерғали, Бейімбет машина дөңгелегін ауыстырумен айналысып жатыр. Мына жақта дейтін қазанда бүлкілдеп ет қайнап жатыр. Балдар көмектесіп жүр. Мынау Қоңыршаның қызы, мына жерде Айнаның баласы. Ана жақта киіз үйде қыздар енді жұмыс жасап жатқан. Біз қазандағы бүлкілдеген етті қарап келейік. Етті видеоға түсіріп алайық. Так, Оралдағы құрдастар қарындар ашқан болар. Мынадай қазанды естеріне алып жіберсін. Мә, иісі бұрқырап тұр мына жерде дейтін ет бүлкілдеп. Нән қойдың еті бұрқылдап қайнап жатыр. Біреу бірдеме істеп жатыр. Бұл кім екен? Қарап көрейік, кім екен бұл жасап жатырған. Иісі күшті шығып жатыр. Мә, мынау Жанар ғой мына жерде. Не істеп жатсың, Жанар, сен деген? Белеши пісіріп жатсың да. О, қандай керек. Что здесь? Так, мына жерде ойнап жүрген балдар. Мында келе жатқан Ерғали. Кел жүр балам. Балдар турникеге кетіп бара жатыр. Қыздардың жасап жатқан тіршіліктерін қарап жіберейік. Дастархан жаю үстінде. Мына мешіттің жанында отырмыз. Керемет, күн жақсы болып тұр. Кісілерді күтіп тұрмыз. Мына жерде болады. Мына жерде балдар бір үйде жүр ойнап. Қазір турникке тартылып өнер көрсетеміз. Жаңа қонақтарымыз жинақталып болды. Қонақтарымыз ауыз ашар басталайын деп жатыр. 8 айлық қонақтарымыз да келді. Дастарханымыз дайын. Ауыл ағалары, бәріңізге біздің дастарханымызға жайған қош келдіңіздер. Бұл осы ауылда 98 жылы мектеп бітірген түлектердің жайып отырған дастарханы деп қабылдаңыздар. Дәлірек айтқан кезде біздер осы 20 жылдық тойлаймыз деп жиналған кезде қаржы жағы аздау болып жаңағыдай кетіп жатқанда бір қыз бала ішімізде қатарымызда. Мен осы ауызашардың қаржысын өзім көтерейін, бірақ менің есімімді атамай ақ қойыңыздаршы. Сол қыз бала өзі қомақты қаржы аударды да. Осы түгелімен қой сатып алып, осы дастархан жайып, қыз баланың біздің құрдасымыз. Құрдастардың атынан мен берейінші деп сүйдеді. Соның арқасында біз сізге дастархан жайып отырмыз. Разы болсын, рахмет. Енді бұл жерде қонақтар бәрі бірін бірі танитын шығар деп ойлап отырмыз. Себебі осыған дейін біздің ауылда 92 жылғы жаңағыдай жігіттер осындай ауызашар ұйымдастырған екен, жақсы дәстүр басталған екен. Ауыл әкімі жаңағы Абат ағайда осындай киіз үй құрып жағдай жасаған екен. Мына Молда Жамбыл ағайдың мешітінің жанында жағдай үлкен жағдай ұйымдастырылған екен. Соның арқасында қазір біздерге өте жеңіл болып жатыр атқару. Енді қонақтар бұл жерде көрші ауылдан бастап таныстыратын болсақ, сексейден келіп отырған барлық ағай. Екі апай келіп отырған осы сексейден. Мына жақтан ауылдың үлкендерін айтатын болсақ, Ертай ағамыз, біздің ауылымыздың ретінде шақырып отырмыз. Сәкен ағай осы көптен осы ауылда мұсылманшылық парызын адал өтеп жүрген азамат ретінде шақырып отырмыз. Енді Жамбыл ағай молданы басты қылғаны білесіздер. Қалғандарымыз енді ауылдың жаңағыдай апайлар, ағайлар, жігіттер жаңағыдай бәрі бірін-бірі жақсы танып есептеп отырмыз. Қош келдіңіздер, тағам алыңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын, Рамазан айы құтты болсын сіздерге. Енді мына жерде келіп отырған жаңағы Орал қаласынан жаңағы жантастың жігіттері бар, Асқар деген, сосын Айбар деген, Мархан деген бұл жігіттерде ораза ұстайтын жігіттер екен. Бірақ мына ауылды видеоға, фотоға түсіріңдер, жаңағы жігерлері асып, содан келді осы жаңа. Бұл жігіттерде бірге қосылсын дастархан басында болсын деп отырмыз. Арамызда тағы алыстан келген мына Қоңырша деген жәрдем ағайдың қызы Астанада жұмыс жасайды. Осы шараны күтіп осында жеткенге мамасының садақасынан жұмыс жасайды. Ерғали мына жерде Ақтөбеден келген, Оразбай деген видеоға түсіп тұрған Ақтөбеден келген. Қалғандарымыз енді осы Оралдан, ауыл ішіндегі жігіттеріміз қалғандарымыз бәріміз. Тағам алыңыздар. Ниеттен сау болсындар. Құрметті қонақтар, мына жерде біздер қашанда енді алыстан келген қонағымызды сыйлаған қазақпыз ғой. Зарлық ағай бастап келіп отыр.
Осы Зарлық ағай бір отырған жамағатқа өзінің тілектерін айтып жіберсе деп ойлап едік. Ертай аға, мына көрші Зарлық ағайдың бір тілектерін тыңдап, лебізін тыңдап жіберсек, көрші ауылдан келіп отырған қонақтар. Жақсы бастамады екен. Мынау ауыз ашып өтін. Бір адамды қабыл болсын. Ал сіздердің ғұмыр жастар ұзақ, дендерің сол болсын. Амин. Аман жүріңдер. Құрметтеріңе рахмет, Алла тағала дейін. Сіздерді Алла сыйласын. Біз енді хабар дегенше келіп қалдық. Рахмет, Алла разы болсын. Келген екен, келсеңде алдында да келіп еді. Алдында да қыздарымның құрдастары өткізген 90 еді. Ал енді балдарым бар жолына, қазір сендер аман жүріңдер. Армандаған армандарға жетіңдер. Амин. Жақсы бастама. Бұл бастаманы білмеймін, бізде айтып қойдық ауылда. Мына егіндер басталады. Бізде қарайық деп. Бізде бір алған жігіттер бар. Қазір олар жұмысқа кетті, келеді. Уақыты жұмыста. Оларды Алла таусын. Рахмет. Құрметтерін Алла тағала. Амин, айтқаныңыз келсін. Көп рахмет, құрметтеп шақырып жатсыңдар. Енді үлкен кісі әңгіме айтып, кішкене дін жөнінде айтып, бір кішкене серік қалдық. Мына осы дәстүрлерің жалғаса берсін. Амин. Аман болайық. Мына жастар жағы көп екен. Қуантып тұр енді. Бұл дін жағына үйір, дінге мойын сұнған адамдар әйтеуір басқа әрекеттерге өзім бармайды деп есептеймін. Сол Құдай жолына түскен адамдар қай жағынан да таза адал болады деп. Осы тек аман болайық, сау болайық, осы дәстүрлерің, осы нелерің жалғаса берсін, оразаларың қабыл болсын. Тек аман сау осындай қуанышта кездесе берейік. Бұның өзі де бір үлкен қуаныш. Аздап саясат, сосын осы дін жөнінде. Саясаттыға да енді. Дұрыс қой, пікір алмасып тұрған өте жақсы ғой. Батсада көп әреге бара қоймаймыз, сосын тамағымызға тұрып қалар деп, жер жағын қаузалаймыз да Рахмет, Ертай аға. Ақ жүрегі таза. Құрметті жамағаттың бәрімізде мына Елдос інімнің інілерінің бәрінің ниеттерін қабыл болды. Сөздер жаңа сен айтқандай олай енді терең емес. Пайғамбарымыз айтқан ораза ұстаған Біздер енді кем дегенде молдамыз Жамбыл ағайды сыйлайық. Жалпы тәртіп керек, адамдар әрқайсысы өз бетімен отырған бізге ұнамайды. Бұл жерде қазір Жамбыл ағай сөйлеп жатыр ма, молда біз соны тыңдайық. Жастар болсын, үлкеніміз болсын, бәрімізде. Құрметтеріңе рахмет енді. Алла тағала алдарыңа сау қожасын. Екі дүниеде. Құранда Алла тағала иман келтіріп ізгілік жасағандар жақсы істерін ешқашан жоймаймын деген. Екі дүниеде жойылмас осы халықтар. Бәрімізде ұстаған оразаларымыз, оқыған намаздарымыз, тарауықтарымыз бәрімізге қабыл болсын. Жақсы болып жүре берсін, сау біздігіміз болсын. Бәрімізде өндірек, мана менелік қалған екен жаңа. Хабарландыру. Жамбылдың мешіті. Мен негізі бұл мешіт Қайыржан ағайдың атында, баяғыдан Қайыржан атына берген мешіт. Солай ма? Біздер оны білмедік қой. Ол айтқан жақсы болды, ертең етіп өтсе, ертең етіп өтсе алдында тақтай жазып, документін жүрмесем деп ойладым. Қайыржан атына беріп. Сол лайық деп ойлаймын. Мешітке көмектеске. Ол бәріміз осы аман болайық. Рахмет Жамбыл. Ол келмейді. Дәл бүгінгі ораза ұстағандай сауап аласыздар, нешесе бере бастады. Жақсы, мына ауылдың жастары бастама жасады. Бұған ризамыз, енді Алла разы болсын. Хидаят берсін, тауфиқ берсін.
дінсіз мемлекет тұл дейді ғой. Зайырлы мемлекет деп жатыр Франциялар. Ең зайырлы мемлекеттер ғой. Мына Францияның, Данияның деген. Олар енді дінді бағынбай кеткесін, өздерінің дініне бағынбай кеткесін көресің не болып жатқан. Ер адаммен ер адам үйленіп жатыр. Сондай жағдайға келіп жатыр. Соның бәрі ол зайырлы болғанмен қанша ол дінсіз тұл дегесін солай болады. Мен өткенде де айттым. Мен биыл қатысқан жоқпын. Былтыр мен тарауға қатыстым, бірінші тарауына орап. Видео түсіреді. Қарилар келді, жас балалар келді ғой, қарилар. Мешіттерге бөліп. Сонда анау бірінші мені тарауықты бастамас бұрын сендерге бірдеме айтайын деді ғой. Айтқым келді. Сол айтты. Сонда айтқанда ол айтты. Қайда кетқанын білмейді ғой, жас бала ғой. Бұл не қылған мемлекет қария алдырып жатқан деп. Әлде жаңа дінге жаңа үйреніп жатыр екен деп. Сонда айтты, мен мынандай деп ойлаған жоқпын дейді. Сырты мешіттің сыртқа шығып тұр ғой, ішке кіріп сыймай тұр дейді. Кілең жастар екен, 80%. Жастар дінге бұрылып жатыр екен, болашақтарың зор болады деп айтты. Тыныштық болса, Алла тағала айтқан. Тыныштық болса, болашағымыз болса зор болады. Сол айтады. Рахмет. Осы мына Айтайбаңыз, не дейсіз? Ал қонақтар, бәріміз де қош келіп қалдық. Осында көрші ауылдан Сегізсай деген жерден балдар шақырғасын, пригласительный бергесін, ұят қой деп келіп қалған жағдайымыз бар. Оразамыз бәрімізге қабыл болсын, әрбір отбасы аман болсын, сау болсын. Тек жақсылық әкелсін, бейбітшілік, тыныштық болсын елде. Не айтайын енді? Бәрі жақсы болсын енді, оразамыз қабыл болсын. Алла тағала қабыл алсын бәрінде. Айтып жатқан тілектердің бәрін. Рахмет шақырғандарыңызға. Үміттеріңізге рахмет көп. Балдар, жолдарыңыз болсын, аман сау жүре беріңдер. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер де. Жақсы екен, көбі ораза ұстап отқан жастар, жақсы қолдау, сауапқа жазсын бәрімізге де. Рахмет шақырғандарыңызға. Ұйымдастырып келіп отырған балаларға оразалары қабыл болсын, сауапқа жазсын Алла тағала. Алла разы болсын. Дендерің сау болсын, еңбектерің жемісті болсын, амандық болсын, еліміз тыныш болсын, бақытты болыңыздар. Бәрімізде аман болайық, ораза қабыл болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ардақ апа, сөйлеп жібересіз? Лебізіңізді білдір. Söyle bak. Sakın ağa söylüyorsun mu? 81-ші жылдарға енді көпшілігіне да рахмет айтамыз. Отбасыларына бірлік береке тілейміз. Амин. Жүректеріне иман. Сосын екі дүнияның бақытын берсін иншаллах деп айтайық. Жақсы бастама бастап жатсыңдар. Сосын жалғасын тапсын кейінгілер. Сол менен де айтатым. Айтқандарыңыз. Амин. Оразаның 30 күнде 10 күні мейіріммен, 10 күні күнә кешіруден дейді ғой. Соңғы айы ақыретте қылудың амалы деп айтады ғой. Оразаларыңыз қабыл болсын. Амин. Алла разы болсын дейміз. Біздер жиналдық. Енді ауызаша жасап жатыр. Мен мына Егіндікөлдегі Нұртайдың баласымын. Атым Оразбай, Айтжанның інісі Нұртай деген бар, осының баласымын. Әкем бәріне сәлем айтты, өзі келе алмай қалды. Енді алып келгім келеді онда. Сол бәріңізде оразаларыңыз қабыл болсын. Айтайын, аман болайық, сау болайық. Мына келесі тостың кезегін Жантасқа беріп жіберейік деп едік. Сегіз достың інісі. Сіздерге жамағатқа насихат айтсын. Достар сөйледі бәрі. Енді үлкендердің бәрі айтты енді Жантас. Жантас сөйлеп жүр. Отыр. Бірінші көп рахмет. Құрмет етіп сөз беріп жатқандарыңызға. Мен жаңа осы жерде басқарып жүрген осы 81-лердің ішіндегі ағам Елдос, соның туған інісімін, Набиолланың ұлымын.
Мен енді мұнда бүгін іс-сапармен келіп қалып едім. Сол бойынша ауыл жақтарды аралап жүргем. Бүгін осы жағы мына Жарыл жақ бетін, сосын мына жақта жаңағы айт мазарын солардың барлығын фотоға, видеоға түсіріп сөйтіп келе жатыр едік. Қасымыздағы жігіттерменен. Сосын енді бүгін қасымдағы жігіттерді ораза ұстап жатқан әріптестеріміз. Сосын осында шақырғаннан кейін келіп жаңағы ауыз тиіп деп ауыз ашайық деп сөйтіп келіп жатыр. Енді бірінші кезекте мына жердегі ауылдың үлкендері және мына көрші Сексейден келіп отырған қонақтар. Мынау бүгінгі оразаның бір жақсылығы сол, екі көрші ауылдағы адамдардың бір-бірімен араластырып, әңгімелестіріп, татулықта, достықта болуға бір-бірі іс қылып жатырсыздар. Мына алдыңғы буын сіздер осылай болсаңыздар, сіздердің арттарыңыздағы жастар да осылай бір-бірімен ауызбіршілікте, бір-бірімен достық қарым-қатынаста болады деп үміттенеміз. Сондықтан мына сіздердің бір-біріңіздің шақыруларыңызды қабыл алып, соған құрмет жасап бір-бірлеріңізге келіп, жақсы жылы сөздеріңізді айтып, діни насихаттарыңызды айтып, ақыл кеңестеріңізді айтып, жастарға өнегелі сөздеріңізді айтқандарыңызға мен алғысымды білдірем. Оразаларыңыз қабыл болсын, баршаңыздың ұстап алып, екі дүниенің бақытын берсін. Енді бұл оразаның маңызы сонымен қатар адамның өзінің тамақты шектеу, ашығу, сол арқылы өзінің тәнінде түзеу, өзінің ойында түзеу. Былай айтқанда әр адам үшін бұл ұшан теңіз бір ерекше бір өзіне пайдалы іс-әрекет. Сондықтан осы әрекеттеріңіздің барлығы да ойдағыдай болып қабыл болсын деп тілегімді білдірем. 81-лер биылғы 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Сіздер көп келген жоқсыздар, бірақ жеке өз басым аз болсаңыздар да, бірақ көп іс тындырып жатырсыздар деп айта аламын. Жаңағы мектепке де сыйлық жасап жатырсыздар, ауылдағы жаңа осылай азаматтарды жаңа шақырып, былай айтқан кезде алғысын алып жатырсыздар, сауабын алып жатырсыздар. Сондай бір күннің ішінде осындай көп іс-шаралар жасап, елдің, ауылдың бір мерейшін іс қылғандарың үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Әрдайым аман болыңыздар, дендеріңіз сау болып, енді 30 жылдықта, 40 жылдықта да осылай ауызбіршілікте болып, осы егінді көлде бас қосып жатсын сіздерге. Жақсы, айтқан келсін. Рахмет Ағажан. Қосылды. Бейімбет қайсың? Бисмилля, алхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Құрметті ағалар, мына беріп жатқан оразаларыңыз ауыз ашарларыңыз қабыл болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқан, кімде-кім ораза ұстаушыға ауыз аштыратын болса, сол ораза ұстаған адамның сауабымен сауап алады дейді, және ешқандай кем келмейді дейді. Бұл үлкен амал. Жаңа ас беріп, тамақ беріп отырған бұл үлкен амал болып есептеледі. Аллах тағала сауапты жазсын, қабыл болсын. Біз қазақ өзіміз мұсылман деген халықпыз. Бірақ солай дегенмен қазақ халқында мысалға ислам діні бойынша ең бірінші иман болу керек. Өзі ислам 5 тіректен тұрады. Бірінші Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген. Екінші 5 уақыт намаз оқу керек күніне. Үшінші Рамазан айында ораза ұстау керек. Зекет, қажылық деп бөлінеді. Бірақ жаңа оразадан бұрын, намаздан бұрын, қажылықтан бұрын, садақадан бұрын ең үлкен амал бар, ол иман. Адамның жүрегінде бірінші иман болу керек. Иман дегеніміз қазақша айтқанда сенім болу керек адамның жүрегінде. Құранда айтылған әрбір сөзге Аллах тағаланың, пайғамбардың айтқан сөздеріне адамның жүрегінде сенім болу керек. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, иманның 6 шарты бар. Бірінші, Аллахтан басқа ешбір тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі сенуіміз керек. Аллахтың бар екендігіне, бір екендігіне. Екінші, Аллах тағаланың періштелері бар екеніне сенуіміз керек. Аллах тағаланың періштелері бар. Одан кейін Аллах тағаланың жіберген пайғамбарлар бар. Оларға сенуіміз керек. Төртінші, Аллах тағаланың жіберген кітаптары бар. Ең соңғы кітап, мысалға Құран. Аллах тағаланың Мұхаммед пайғамбарға жіберген кітабы. Бесінші, Аллах тағаланың жазған тағдырына сенуіміз керек. Жақсылықта, жамандықта Аллах тағаланың қалауынан білуіміз керек. Алтыншы, өлгеннен кейін қайта тіріліп, жәннет пен тозаққа адамдардың бөлінетіндігіне сенуіміз керек. Кімде-кімнің жүрегінде осындай сенім болмайтын болса, ол иман келтірген болып есептелмейді. Сондықтан адамның жүрегінде осы нәрселерге сенім болу керек. Өлгеннен кейін қайта тірілуге, жәннет пен тозаққа
осы нәрселердің есеп болатынына, осы өмірде өмір сүрген сынақ өмірімізде есеп болатындығына сенім болуымыз керек. Біріншіден, Аллах Тағаланың бар екендігіне сенуіміз керек. Мысалға, Аллах Тағала Құранда айтады, күндіз бен түннің ауысуында дейді. Ақыл иелері үшін дәлелдер бар дейді. Мысалға, Аллах Тағала басқа мақұлықтардың ішінде жыны бар, басқасы бар. Адамзатты жаратып, ең бірінші оған артық бір нәрсе берген. Ол не деп ойлайсыздар? Адамға басқа мақұлықтардың ішінде артық нәрсе берген. Ақыл берген. Өйткені басқа нәрселерде бұндай нәрсе ақыл жоқ. Сондықтан осы ақылды өзімізді жаратқан Аллах Тағаланы тануға жұмсауымыз керек. Мысалға, қолымызда телефон бар, сағат бар, басқа нәрсе бар. Бүкіл нәрсенің жасаушысы бар. Солай ма? Енді осы нәрсені мен айтсам, осы телефон өздігінен жасалып қалды десем, біреу сене ме? Ешкім сенбейді, ақылы бар адам сенбейді. Сол сияқты біздің үстіміздегі ай бар, күн бар, аспан бар, жер бар. Жаз шығып жатыр, қыс болып жатыр. Осының бәрін істеп тұрған бір күш бар. Ол Аллах Тағала. Бізді жаратқан, жоқтан бар еткен. Ол Аллах Тағала. Сондықтан бірінші жаратушымыз тануымыз керек. Аллах Тағала біздерді осы өмірге жібергеннен кейін өсіп-өнуімізді, бала тәрбиелеуімізді, жақсы өмір сүруімізді қалайды. Аллах Тағала ешкімге байыма демейді. Кедей ол өмір сүр деп айтпайды Аллах Тағала ешкімге. Бірақ ең бірінші орында Аллах Тағаланың ризалығын қоюымыз керек. Аллах Тағаланың ризалығы ол біздің жүректегі сеніміміз, одан кейін намаз оқуымыз, сол сияқты істеріміз. Аллах Тағала Құранда айтады, мен адамдар мен жындарды тек өзіме ғана ғибадат ету үшін жараттым дейді. Ғибадат деген таңертеңнен кешке дейін мешітте отыру емес, күні бойы ораза ұстау емес. Ғибадат деген үлкен ауқымда біз біреуге тамақ берсек, біреуге көмектесіп берсек, бұның бәрі құлшылық болып есептеледі. Тек адамның жүрегінде Аллах риза болса екен деп ойлау керек. Осындай сенім болу керек. Және де Аллах Тағала Құранда айтқан, ол сондай Аллах Тағала дейді, сендердің қайсыларың жақсы екенін сынау үшін дейді, өліммен тіршілік жаратқан дейді. Аллах Тағала бізге өмір берді, тіршілік берді, қайсыларымыздың жақсы екенін сынау үшін. Кім жақсы амал істейді. Сондықтан бірінші құлшылық істеуіміз керек Аллах Тағалаға. Екіншіден осы өмірдің сынақ екендігін түсінуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қазіргі кезде мысалға дінге, мысалға намаз оқуға қолымыз тимей жатады, ораза ұстауға, мысалға дүние шаруалар бітпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, енді мына жаңағы өздерің айтып отырсыңдар ғой, ол ауыз аштырған жаңағы, енді құдай мақтаншылыққа бармай шын көңілменен бізде Алланың жаңағы сауапқа қалады, рақымшылығына бөленеді деп. Сол Алла раза болсын, мына сіздерге рақымшылығына бөлене беріңдер. Осындай істі жалғастырып тұрыңдар. Енді ол артықшылық етпейді. Бәрі өз орнымен мен де бір жасап қалдым, мына әңгіме айтып, шариғат айтып, кішкенеден білмегеніміз сұрап жатырмыз, оның айыбы болмас енді. Ал Бисмиллахир-рахманир-рахим, мына үлкен кісілер ойдай жерден келіп отыр енді. Сіздерге, үлкендерге арнаған бір батаны беріп берейін. Түндерің тыныш болсын, шаңырақтарыңа ырыс болсын. Ұлдарың сесті болсын, келіндерің есті болсын. Ұлдарың қуаныша келсін, немере жиендерің жұбаныша келсін. Жастардың қазасын көрмеңдер, зұлымдардың жазасын көрмеңдер. Денсаулықтарың зор болсын, отыратын орындарың көрі болсын.
Yerimizde birlik bolsun, berekeli tırlık bolsun. Allah. Жастарға. Ниеттеріне жастарға беріңіз. Oydan çağırıp vermesin. Haydi oynayacaksın. Al. Buna hürmet görgüt etken jastlarım aman bolsun bastları. Endi so'rasam naql demasmi? Buna qabul bo'lsin o'razalarim. Qabul bo'lsin bizga bergan ashtari. Densoqliklaring zo'r bo'lsin, arziqlaring mo'l bo'lsin, bo'g'it bo'lgan yo'lingga dushmanlaring xor bo'lsin. Başlarına bak versin, aslarına tak versin, Yaratuvchi Tangrim ne verse de naq versin. Qarındaring to'q bo'lsin, qayg'ularing yo'q bo'lsin. Ал құрметті 81-лер, күн тамаша болып тұр. Бүкіл шараны 20 жылдықтың бір бөлігін атқарып болдық. Ауылға қарай, ауылдан енді қалаға қарай кетіп бара жатырмыз. Қазір 3 тесіктің шамасына келіп қалдық.